Алло, ассалаумағалейкум. Алейкум. Қалайсың? Жайлабым. Мынау объявление бойынша соғып өтедің ғой мен сізге. Иә. УАЗ Хантер бойынша. Хантер? Хантер ма, УАЗ? Қайда? Қазір. Қателесіп отқан жоқсың ба? Жоқ. Land Rover дей ма, жат мынау? Иә. Мынау, не мынау, қатық болған баға емес шығар енді аға? Енді оны телефонмен білмеймін, алуға келсейші, сонда сөйлесеміз ғой, қатық бала ма, қатпай, салдырап кете ме анасы. Жоқ, жалпы, қай жерде бұл машин, қай жерде тұр? Қызанда жазу тұр ғой, бәрі қарашы, оққан жерде қайда. Жоқ, енді бұл, жоқ, былай ғой, брат, біреу просто өтірік нел жазып қояды, сосын сұрап атқаным ғой, енді точно рас сатпа деп. Көз жеткізіп алайыншы. Не ма, перевой ма? Перевойлақ бақ, содан тұрды, причинасын білмеймін, общем, қаралған жоқ сол. Жоқ, мен неде біріншіден аңға шығам, сосын екіншіден жаңағындай жылқым бар, жылқы суарам, жылқы қуам деген сияқты ғой. Соған салайын деп отырмын ғой бұны мен. Дұрыс, өзің қарайсың ғой енді. Қызғанда тұр дейсің ғой, да? Алсаң болады маған, яғни жеп қызғандысаң да айдамай алып қоясың ба, менен өтіп кетсе болады общында. Айдамай алып қоясың да, өртеп жібересің ба, оны проблема өзің білесің ғой деймін. Мен машин сатамын, өтсе болады, маған ақша берсең аласың общем. В общем, қатық болған баға жоқ, келсеміз дейсің ғой. Иә. Алайын деп келіп тұрғанда айтатын әңгіме ғой, телефонмен салмайтын деп жүр, қатық болған баға жоқ па деген, ода сауда болмайды ғой. Дұрыс қой, брат. Сол ағамен келесің, сосын алайын деп жатырмын, қандай түсесің дейді, сосын айтылатын заттар ғой, телефонмен сразу өтегі, қатық болған 100 мың дейін бәкен, сонда келесің бе қарап баста мысалы? Қаламқаста ма? Жоқ, мен қарап бастадым ғой, мысалы дейін да, мысалы, ол айтылатын, уақыты келгенде айтылатын зат қойым алуға келіп жатқанда. Сен қаламқастасың ба өзің? Уақытыдамын мен өзіме, мәшін сатылады, общем, солай болды. Хорошо онда, брат, звондаймын, если что. Алло, брат. Иә? Тағы да мен ғой. Мен мана соғып едім саған. Кімсіз? Мана айттым ғой, аңғаш... Ақтөбеденсің ба? Жоқ. Ақтаудан, Форттанмын, Ақтауда тұрам қазір өзім. Мана жылқым бар, жылқыға салғым келеді деп айттым ғой саған. Иә. Не ғой, атың кім, брат, сен атың кім бат? Досжан. Дәке, былай ғой, оның перевой неден екен білмейсің де сен точно? Иә, білмеймін, қаратқан жоқпын, қаратса білуге болады шығар, қаралған жоқ. Жалпы оның заты қалай екен, қымбат болмай ма, дәке? Білмеймін ал, ондай. Алдында мен бір терезесін сындырып алып баяғыда. Алғаннан кейін да. Сосын сен сияқты қымбат болмай ма, қайтер екен біз анасы, қалай болады екен деп. Сол алғанда 15 мың теңгеге шықты. Біздер ойлап едік қой, 70 мың, 80 мың, біреулер айтты ғой, шаншы бұл деді ғой, 200 мың алат жарсың деді ғой терезені да. Сонда 15 мыңға шықты, соған қалғанды білмеймін анасы, нормально. В общем, интернеттен қарасаң тұр ғой, запчасти деп, колесоның запчасти деп кіріп жіберіп. Жоқ, просто оның... Қарасаң шығады сол жерден запчастилер. Просто оның неден переойлап тұрғанын білу керек та, анасы. Маған просто базар жоқ, Range Rover'ың ұнап отыр анасы. Алғым келіп отыр да, еще былай арзанға беріп не істеп отырсың ғой өзің. Сол ғой, сол жүрмей тұрғасын, баға түсіп тұрған сол ғой, Сенде қырсық білмейсің ғой, неден болып тұрған переойын. Иә, мен кешкен үшін, мен конкретно айтайын баса, интернетке шықтық, бардық, қайтып келдік, мәшін жаңағындай. Осы бүйтіп жасайды да, деп жасап тұрады да, өзінен өзі, мал етеді. Өзі оборот беріп тұрады дешеш? Өзі оборот беріп, мына шешең не болды, анасы, сол балдарым салып тез үйге барайық, құрсын, мәшін бұзылды, не де болса деп. Үй жаққа дейін сөйтіп барып тастап, таңертең ұйқыдан тұрып, бұл қыздырып едім, қайта сөйтіп тұр да, мәшінде, деп жаңағындай. Сонымен тормоз бастаған салсында сразу гаражға тастадым ғой. Содан кейін бір аптамады, 10 күннен кейін қыздырып қарап едім, сервис, енгейне дейтін жазу, енгейне бізше сар жазу, сондай шығып кетті да. Содан біреулерден сұрап едім ғой, бір английский сабақ беретін апайлар бар, сондай ғой біздер. Сұрағанда, в общем, двигательден ақау дейді, біліп тұрмын ғой дедім, двигательден екен, артқы аяқтан болмайды ғой енді ол. Сол бірақ двигатель
қайыр екені дедім да, мысалы, ингине деген бір жері деп, мысалы, трамблер деген сап айтасың ба дедім, жоқ, двигательден дейді, енді ол действительно двигательден ғой, енді амортизатордан лобойдан болмайды ғой, ондай болып жасау мәшін. Соғы. Сомен білмеймін, содан біреулер айтады, қаратпайсың ба, моторист алып білмейсің ба, бірдемен алып білмейсің ба, дейді, сонымен ұшында ғой, нөл гаражда қалды, соғалғандан ана 4 ай болды. Действительно, дәке, неге соны өзің білә негізі жақсы мәшін ғой, Range Rover дейтін білесің ба? Жақсы, енді менде қазір Nexia бар, сосын новый УАЗдар бар, оның бәрін не істеймін, көрпе қылып жамылып жатты замана ұйықтағанда. Сосын сатып жіберейін деп едім, сол тұрған күйінде ана стрейч құрсын ішіп та, новый УАЗ бар, қантер УАЗ да бар, сонымен болып жатыр, мен сода жүрген. Ана бар ғой, қарап атқан жоқпын, сенсең де, сенбесең де сол. О, қашан бұзылды дәке? 3-4 ай болды деймін, айтып отырмын, 3 айдан арық кетті. 3 айдан кетті да. Бля, ол белгісіз де, былайда, ол енді сендер бәрі де, мен болсам да, мысалы, сенен мәшін алатын болсам, мен оны өткізу үшін сөйлеп жатқан жоқпын, сен дұрыстап тыңда. Мен де сенен мәшін алатын болсам, сен бұзық десем, мен де уже тияғы болмай қалады ғой. Ақшаға мен бұзық мәшінді қалай аламын деп. Бірақ оның былайда есебі бар. Мысалы, сен келесіңде 950 мыңға алып кетесің, сосын барасың да қалаға көрсетесің. Ой, бля, ана сізге бірақ парсомканың провод шығып кетті ғой, ана сізге тығап тастарды мен қызып тұрсам, мен тігіліп қаламын да, мысалы да. Сондай дәреттер бар, оның да өз жағыңды минус қала бермеу керек қой, мүмкін сен ұтып кететін шығарсың. Дұрыс қой дәке. Или 15 мыңға, свеч майлап кетіпті ғой, ана мынау свечтен ғой, перебойлап тұрған ана свеч дейді да, новый свечтер жіберген, тоқып тұратын шығар, қайдан білесің. Әйтеуір шатуын, құлыпты бүйтіп шығып тұрған ештеңе жоқ, моторды пайдаға түспей қалатын да. Неде болса, ол датчиктен бе, или парсумкіден бе, или свечтен бе деп. Андай, нема дәке, андай лишний бұрынғыдан өзгеше басқа бір мотордан дыбыс естілмей ма? Естілген жоқ па содан кейін? Жоқ, нөл. Сол өзінің дауысы просто жаңағындай. Бірдеме дейін десең, өйтетін түтіндеп тұрады ғой, мысалы, қол сынып кетті. Бірақ қол сынғанда өйтіп жасамайды ғой, түтіндеп кетеді деген сияқты бірдеме. Ондай жоқ, өзінің дыбысы кәм. В общем, газ беріп отқан сияқтысың да, қаласы ойда өйтіп, акселяторына газ беріп отқан сияқтысың. Өзі оборот беріп тұрған болып тұр ғой. Өзі оборот беріп тұр, я бүйтіп. Содан кейін қалды, содан аккумулятор отырды. Даже есіктерді ашсаң ішінің свет жану керек қой, ана машинада свет жанады ғой, ішін ашқанда. Сондайлардың жанбайды, аккумулятор доғылы отырып, в общем, далада қалған машин болсам қалды, в общем. Онда дәке былай жасайды. Жалпы қалай адамдар сұрап жатыр ма? Доходчик адам сұрап жатқан шығар. Миллион енді адам сұрап жатыр ма? Түн жамылып отырмын ғой, өтірік айтпай ақ қояйын. Сұрау дейтін миллион адам сұрап жатыр анасы. Күніне дейтін бар ғой, ана 20 адам соғады анасы. Басым айнап осы телефон direkt болып қалады, әбетке дейін жетпей қалды. Осы бүйтіп соғады, біреу айтады, ВМБ-ға ауыстырайық дейді, кеше суретін жіберді. Бір ма? Біреу Мерске ауыстырайық дейді, Кабан Мерс, өзеннің. Мен айттым, маған мәшін керек емес, маған абымен тек ақша болса болады. Сосын біреу Приораға ауыстырайық дейді. Осым біреу миллион дейсің бе, қанша түсесің, қатып қалған баға жоқ қой телефон. Мен айтам, келіп үйдің қасына келді да, теліп кетейін деп алып кетейін деп тұрғанда айтсайшы, миллион деген мен түсем ғой, енді бір 50 мың, 100 мыңдай. О телефонмен таумайкым түсесің бе дегендер әңгіме бола ма, одан үйінде жатып алған. Келіп көріп мәшін олап алайын деп жатырмын, бірақ айтатыныңды міне алайын деп тұрмын ғой, конкретно айт енді жігітпіз ғой, енді бәрімізде десем, мен әңгіме жоқ, 900-ге де беріп қоя беремін да, бәпші керек болса. Мысалы, сол менің айтатым, басқа ештеңе айтпаймын. Дұрыс ғой. Дәке, онда мен мұнда жаңа білгір орыстар бар ғой, сізге Range Rover'дің тілін білетін орыстар ғой, көбіне. Енді өзім қаланың басындамын. Жалпы сұрақ көрейінші, причина неден болады, себеп неден болады деп та. Жаңағыны ұмытпай, сервис енгейне дейтін, шитоктан сары сондай жазу шықты, сервис енгейне оқшы. Енгейне де оқимыз ғой, біздер қызандығы болған. Ол маған енді шығар қайтын білеміз, маған енгейне айтып ұрады, сен көз алдында тұрған. Sonra орыстарына білгірлерін айт, сервис енгейне дейтін жазу шықты. Олар айтады, онда о жазу шықты. Онда парсумка кетіп қалған ғой, деу мүмкін ғой дегенім ғой, мысалы да. Хорошо, сұрау көп, 12 кісіошым жаңа бартынан келеді дейді, қаржан бастан. Біреу сол несінен дейді, Жетібайдың бір жігіті ертең барып көріп кетем деп, ауылға барып. Аламау деп тұрғандар да, сосын жаңа үшеуі мәшін жауыстырсаң сразу алам дейді, оны мәшіндерін керек емес дедім, сендер маған ақша керек ана. Дейіп отырған зат қой, басқа білмеймін, оны өздерін қарайсыңдар, бірақ енді былай бар ғой, тіпті енді өкінбейді адам, мотоциклдің өзі 500 мың қаласын ғой, былай қарағанда анасы деген. Кондермен автомат ананы 900 мың қалғанса білмеймін, өздерін қарайсыңдар, одан төмен жоқ анасы. Газ, бензин де? Газ, бензин, аяғына дейін новый кіс керек болса арасы. 4 аяқ, 5 аяқта титанка запас кіс деді көз. Сондай. Хорошо, дәке, мен онда орыстарынан сұрақ көрейінші, орыстар біледі ғой енді ана кісі солар, неден екен. Сұра сервистен кейіне бірдеме. Сосын маған айтпай алып бересің, айтсаң бермей қалам ғой. Айтпайсың, тек біліп аласың да, бұтып алып бересің ғой, десе, осы бірдеме қыларым да деп алдап та. Одан басқа, ана парсомкың кетіпті, үшінші
беремін десең, мен саған бермей қаламын да машина. Сен өзің жалпы қайдан алып келдің оны? Қайдан алып келген? Ақтаудың машина ғой жалпы. Ақтаудық ма? Осы Kia дейтін машинге ауысқан, сол дейтін. Братан ауыстырып алған ғой бір машинге Kiaға. Олар да көп айтамаған, бензин үй алдық қой, мен газды өзім қойдым алғаннан кейін. Бензинмен тұр екен, сонымен аяқтары ескілеу екен, 4 новый ағыр жібердім да, айдадым осыдан. Сол тек оған дейін өліп жылмап еді, тек сөйтіп бір күнде жаңағындай болып соғалғаннан қалды топшыманас. Алдарында қайта айдай тұр, бұзылып өйтіп, жүре алмай өйтіп, діңкемді отқан жоқ, саулап тұрған машина еді ғой, мәметтік жаңағындай болып қалды да. Сол өзі қарайсыз, орнық жоқ. Қаландай, қара жолға қалай өзі? Жылқы-пылқы там бірдеңеге, аң қууға, қоян қууға. Мен аңнан қоянды қуып көрген жоқпын, сосын айта алмаймын ғой, қуып көрсем айтар едім саған осындай деп, өтірік айтпайын. Мен қалаға, ауылға былай мінем, ондай білмеймін, ал өйтіп түйе қарап, не істеп мініп көрген жоқпын, айтып аңғы қара құйрықтарға тақап күтемін. Өзің қарайсың ғой, о жағын. Аударылықпан ма аң қуам деп жүрбесің ғой, абайлағым. Біләмен өзім сон... Кекесін қуам деп тас төбеңе су қайда жатырмын деп атта. Киіктің кекесін қуып деймін да, тас төбеңе кришамен аударылып қалып, кришамен мен қайда жатырмын деп атта деймін саған. Құдай сақтасын анас. Ренжіріңді қалай алам, дәл солай істеймін. Өзің алам десең алып кетесің ал. 12-сі жаңа Қаражанбастан келген бәрі дейін тілін жайнап жатыр анас. Бекет атсын дейді, сол машинды алмасам бекет атсын деп жатыр анас. Қалай да алам анас, гарантия анас. Қайтып сұрадың болсан да алам дейді сол машинды. Соған сақ болың ал анас. Ертең ренжіп жүрме, пидорас екенсің деп маған біреуге сатып жіберсің деп. Давай ал, сол деп. Хорошо, дәке, әңгіме жоқ онда. Мен естуші орыстардан сұрап біліп айтарым. Ой, 20 теңгейінен ұмытта айтуды, давай. Давай.